Мынадай дизайндағы кофтаны қалай тез әрі оңай жасап алуға болады? Сәлем достар, құрбылар, қыз келіншектер. Мынау бізде основа лекаламыз. Бүгін сіздермен бірге тігін өнері каналының авторы Балжан Асқарқызы. Видеоның соңына дейін тамашалап, достарыңызбен бөлісіп, видеоның соңында өз комментарияларыңызды және лайктарыңызды басып қалдырсаңыздар болады. Мына біздің основа лекаламыз, мына өздеріңізге көрініп тұрғандай, мынау бел сызығынан жаңа бөксе сызығына дейінгі выточкалары орнатылып көрсетіліп тұр. Қазір мен сіздерге мойын ойындысынан бастаймын. Бұл дизайнды біз қалай шығарып аламыз. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Мынау біздің мойын ойындымыздың серединасы. Төмен қарай 15 сантиметр түсеміз. 15 сантиметр. Енді иық сызықтарынан 4-4 сантиметр сыртқа қарай алып тастаймыз. 4 сантиметрден, көріп тұрсыздар ғой, 4 сантиметрден алып тастаймыз. Енді осы сызықтарды қосып шығамыз. Қосып алдық. Енді осы қосып алған сызығымызды енді қырқып алып тастаймыз. Міне бізде бұл дайын болды. Ендігі мәселе ары қарай. Барлықтарыңызға мына бел сызығы көрініп тұр. Бұл біздің бел сызығымыз. Мынау белдің серединасы. Осы бел сызығынан жоғары қарай 5 сантиметр көтереміз. 5 сантиметр. 5 сантиметр көтереміз. Енді келесі жағында дәл солай етіп 5 сантиметр көтеріп аламыз. Енді осы сызықты қазір мен сіздерге карандашпен ақ көрсетейін. Енді барлықтарыңыздың қолдарыңызда бұл ойындыны оятын әрине доға линейкалар болады. Соны пайдалансаңыздар да болады. Немесе өздеріңізбен мынандай етіп сызып алсаңыздар да болады. Мен бір шетін сызып алдым. Енді келесі шетін сызып аламыз. Мен бірінші простой карандашпен сызып көрсетейін. Барлықтарыңызда осылай. Яғни бұл сызық тік емес, астыға қарай түсіңкі. Енді мен осыны қиып аламын. Белден көкірек сызығын жоғары жағын ажыратып аламыз. Көкірек сызығын қоя тұрамыз. Енді мынау астыңғы линиямызға көшейік. Мынау бел сызығындағы выточкалардың сырт жағындағы линияларынан бүйтіп қырқамыз. Сөйтеміз да бұны нехаке біріктіреміз.
Мына көріп тұрсыздар ғой, мына мынау выточканың басын мынаяқтан жабамыз. Сөйтеміз да бұны фиксировать етеміз. Мына фиксировать еттік. Енді екінші жағын, ол да дәл солай. Выточканың сыртқы линиясынан кесеміз. Сөйтеміз да мына өздеріңіз көріп тұрғандай, мына выточканы әкеп жабамыз. Мына выточканы. Мына жердегі выточканың зазорын жабамыз. Сөйтеміз да тағы да фиксировать етеміз. Төменгі жағы бізде дайын болды. Мына қараңыздар, бұны қоя тұрамыз. Енді мына бүйтіп тұрған жоғарғы кеуде жағының моделированиясын реттейміз. Біз қазір көкірек сызықтарына келдік. Көкірек сызықтарына біз мынандай етіп тағы да екі сызық түсіріп аламыз. Мына қараңыздар. Міне. Nerede көкірек нүктесін мына жердегі ұшына әкеп жалғастырып аламыз. Мына қараңыздар. Енді осы ұшынан бұлай қарай қолтық ойынсына қарай мындай етіп линия шығарып аламыз. Мына көрініп тұр сіздерге. Мына ұшты мынамен қосып аламыз және осы ұштан екі сызық қолтық ойынсына қарай жүргіземіз. Енді бізге мына выточканы жабу керек. Мынаны қиямыз. Бұны жабу үшін бізге мына выточканы ашу керек. Бүйтіп жабылып кетеді. Мына қараңыздар. Мына түсінікті ғой, мына қараңыздар, мына жаптым. Және фиксировать етеміз. Жылжымау керек. Енді мына ұшты қырқамыз меха. Сөйтеміз да мынаны жауып жібереміз. Тоже фиксировать етеміз. Так, әрі қарай. Енді мыналарды қырқып шығамыз. Аяғына дейін емес, 2 мм іліндіріп қалдырамыз қағазда. Міне, бүйтіп ілініп қалу керек. Көрдіңіздер ғой. Енді осыны мына қараңыздар, мына жерде мен бір бетін былай түсіріп алдым. Мына. Енді келесі бетін осыған айландырып түсіреміз. Мына қараңыздар, мына жерде қазір мен кішкене экранды жақындатайын. Мына қыздар астына мынандай парақша қоямыз. Қосымша осы жерден 15 сантиметрді мынерден сүзу сызықты белгілеп аламыз. Мынау бір басы, мынау екінші басы. Енді осыған мынау бізде
бір-біріне қарама-қарсы бірдей беті, иә. Енді біздің жоғары жақтағы көрсетілген дизайн шығу үшін біз бұны бір бетін керісінше аударып қоямыз. Мына жердегі ара қашықтық ұштары, міне қараңыздар, иә. Осы 15 сантиметрдің ішіне тұру қажет. Міне мен қазір фиксировать етіп шығамын. Бұл бір беті, иә. Енді келесі ұшында тура осының ұшымен сәйкестендіріп, бір-бірінен қашықтап кетпеу керек. Тура осы 15 сантиметрдің ішінде орналасып шығу керек. Міне көрініп тұр ғой, анық, сіздерге. Ұштары мен ұштары тура келу керек, иә. Міне қараңыздар. Енді қазір керек емес жерін қырқып тастаймыз. Әрі қарай мата бетіне түсіреміз. Енді қараңыздар міне. Мына қиып тастаймыз. Ар жақтарын былай тастасаңыздар болады. Бірақ өз несімен түсе береді. Мына қолтық жағын былай қиып тастадым. Мына қолтық тұр ғой бізде. Оны астынан керек емес қағазын шығарып тастасаңыздар болады. Енді бізде мына жері қалды қиып алатын. Мына қараңыздар, менде мынандай болып шықты, иә. Мына асты. Мына қараңыздар. Так, мына біздің фиксировать еткен бетіміз. Барлықтарыңызға түсінікті ғой. Мынау алған бетті біреуін ары қарай аударсаңыздар, екеуі теріс бір-біріне қарама-қарсы ауысып кету керек. Енді осыларды, құрметті қыз-келіншектер, енді мата бетіне түсіріп, бір-біріне біріктіріп, тігіп, дизайнды біз мынаны екі қабатталған мата бетіне қойып, қырқып аламыз, иә. Сызып аламыз. Міне мен мата бетіне түсірдім. Қазір енді кішкене ар жеріне булавка қыстырып аламыз, қыздар. Кетемізді қырқып алып шығамыз. Ноль пять запасымен қырқамыз.
Meni kızlar, men qirqib oldim. Endi biz bu kevdening jo'g'ari jag'i, kevdening төменgi jag'in dal solay etib 0,5 zapasdan qirqib olamiz. Etegining zapasin 2 sm qilamiz. Qolgani 0,5 bo'ladi. Так, mana men төменgi jag'ini qirqib oldim. Endi oslarni hozir endi машинка тігісінде біріктіріп тігіп қырқан шығамыз. Кеуденің жоғарғы жағын бірінші мына полосасын мына жерге дейін тігіп аламыз. Мына жерде центровканы мынандай 0,5-0,7 қылып кішкене кертіп кесіп аламыз. И қарама қарсы бетін де тура солай етіп. Енді сол кертікке дейін бір басын тігіп шығамыз. Так, мына енді осының төмен жағында қарама қарсы жақ бетін де дәл солай етіп шығамыз. Оны да сол ортадағы кетікке белгілеген жерге дейін алып барамыз. Енді бұйымымызды оң қаратамыз. Мынау жаңа тіккен жақтарымыз. Енді тігілмеген жақтарын енді оң бетінен тігіп шығамыз. Мына кертік көріп тұрсыздар ғой. Енді мына аяқта қарама қарсы беттегі қалған кертік тігеміз. Бұл бізде енді оң бетінде тігіліп жатыр. Мынау бізде бір жағымыздағы қолтық жағы. Енді мына аяқтың қолтық теріс қарап тұр ғой. Осы теріс қарап тұрған қолтықты былай аударып жібереміз. Сол кезде мына екі қолтығы да төбеге қарай түсті. Мына. Енді мына жерге келейік. Мына мен мына жерде кертілген кертігіміз бар ғой. Соны астыңғысы мен бетіндегі бетін екеуін біріктіріп жерге булавка қыстырамыз. Енді осыған қиып алған астыңғы жағымыз бар ғой. Соны әкеп
орналастырамыз. Міне, мынау нерге кеп орналасады. Мына қараңыздар. Мына әрқайсысы орын-орнына. Енді мынаны мынаған тігіп шығамыз. Мына шuna қоямыз. Енді машинка тігісте тігіп аламыз. Нергі центріне келген кезде машинканың инесі қадалып тұру керек. Артық булавкаларды алып тастаймыз. Сөйтеміз да мынау астыңғы матаны бұрып аламыз. Ол келесі жақтың ыңғайына өзі түсіп айналады. Міне, мен тігіп алдым, я? Міне, кейдеміз мынандай бұл айқасып өсті. Қазір енді мен дайын болған бүйімді, енді анығырақ болу үшін қазір сіздерге манекенге киіп көрсетемін. Міне қыздар, мен манекенге кигіздім. Бұндай фасондарды трикотаж маталарға орналастырсаңыздар, өте орынды болады. Немесе жеңіл шифондарға, шолктарға да болады. Тек қатты матаға емес. Мына қыздар, барлықтарыңызға тігін өнерінде сәттілік тілеймін. Келесі видеоларда кездескенше сау саламат болыңыздар.